Баршаңызға сәлем. Бүгін белый бархат тортының таңқурай қоспасымен жасайтын боламыз. Дәмі өте ерекше шығады. Сіздер жасап көріңіздер. Бізге қажетті заттар ол айран, ұн, қант, 4 дана жұмыртқа және күнбағыс майы. Ең алдымен құрғақ заттарымызды араластырып аламыз. Ұн, қант, қопсытқыш және ас содасы. Енді кезекте айранға жұмыртқамызды, яғни 4 жұмыртқамызды біртіндеп салып аламыз. Сұйық майымызды құямыз және осыны жақсылап тұрып араластырып аламыз. Жақсылап араластырғаннан кейін ұнымызды 3 бөлікке бөліп, аздап салып араластырып отырамыз. Мінеки осындай масса шығады. Енді осы массамызды қызып тұрған пешімізге 180 градусқа 45 минутқа қою керек. Мінеки мен бисквитім дайын. Енді кезекте бисквитіміз суығанша біз таңқурайдан жасалған қоспамызды дайындаймыз. Менде мұздатылған таңқурай. Осы малинамызды сито арқылы өткізіп, біз жаңағы сүйектерін алып тастаймыз. Өзіңіз қалауынша қантыңызды және 2 қасық кукурузный крахмал, яғни жүгері крахмалын салып араластырамыз. Жүгері крахмал міндетті түрде таңқурай суық күйінде араластыру керек. Енді осыны жақсылап араластырып болғаннан кейін газдың үстіне қою болғанша араластырасыз. Мінеки қараңыздар, менде осындай масса шығады, қоюланады массаңыз. Осы бізде торттың арасына кетеді. Енді кремімізді дайындаймыз. Кремімізге бізде творожный сыр 500 грамм аламыз. Сахарный пудрадан 100 грамм саламыз. Және клейгейден 250 грамм құясыз. Енді осыны жақсылап тұрып миксермен араластырып аламыз, бір қалыпты масса болғанша. Енді кезде тортымызды жинай бастаймыз. Таңқурай қоспасы ақ кетпеу үшін шетін сәл көтереміз. Енді міне менде қоспамын осылай құйып шығамыз ортасына. Жайып шығамыз. Екінші бисквитімізді қоямыз. Үшінші бисквитпен бетін жауып, мықтап үстінен басамыз. Сол кезде бисквитіміз бір қалыпты, ортасына жиналып қалған ауа болса, бәрін шығарады. Үстіне кремімізді жағып,
кольцодан шығарамыз және шеттеріне енді крем жағатын боламыз. Мінекей осылай лопатканың көмегімен алдымен жасап аласыз. Мінекей осылай ашық тұрған жерлеріне кремді жағып, шпательдің көмегімен осылай айналдырып шығамыз. Егерде сіздерде тортты жинайтын шпатель болмаса, ол шпательді линейканың көмегімен алмастыруға болады. Егерде сіздерге осы лайфхак қызық болса, комментарийге жазып кетіңіздер. Мен сіздерге келесі басқа торт істегенде линейкамен қалай торттың формасын беруге болатынын көрсетемін. Енді біз тортты әрлеуге жаңа қалған кремімізге вареная сгущенканы салып, осындай міне крем жасап аламыз. Енді өзіңізге ұнаған насатканы алып, сол кремді құйып аласыз. Мінекей мен сияқты осындай гүлдің формасын берсеңіздер болады. Мен бұл тортты бірінші рет жасадым. Дәмі өте ерекше шықты. Нәзік, әрі жұмсақ, ешқандай пропитканың бұған керегі емес. Өткен бисквиттің өзі жұмсақ болғандықтан бұған ешқандай пропитка керек емес. Тортты жинағаннан кейін 8 сағатқа тоңазытқышқа қойды ұмытпаңыздар. Мінекей қараңыздар, тортымыз қандай әдемі болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Ал енді жаңадан қосып жатқан көрермендер болса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Өйткені сіздер үшін бонус рецепт жүктеледі. Ол бонус рецептте мен үй жағдайында творожный сырдың дайындаудың 2 тәсілін көрсететін боламын. Ол видеоны тек қана жаңа көрермендер ғана көре алады. Сол үшін де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.